Армысыздар, құрметті көрермендер. Біздің Golden Time бағдарламамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі бағдарламамыздағы сыйлы қонақ мектебіміздің құрмет тұтар ұстазы Дүйсенова Айнұр Серікбайұлына шақырған болатынбыз. Сәлеметсіз, Айнұр Серікбайұлы, көңіл күйіңіз қалай? Сәлеметсің бе, керемет. Сұхбатымызды бастамас бұрын сізді Батыс Қазақстан облысының білім беру саласына қосқан үлесіңіз үшін сөз білгіңіз құтты болсын деймін. Рахмет. Сізді шын жүректен құттықтаймын. Осылай шәкірттеріңізге үлгілі ұстаз болып, осы Сәуле мектеп лицейінің үлгі тұтар аяулы ұстазы болып жүре беріңіз. Енді алдарыңызда көріп тұрғаныңыздай, осы 6 билет, яғни осы 6 билеттің әр қатардан бір билет таңдайсыз. Енді таңдай беруге болады. Қай қатардан таңдасам бәрі бар ма? Иә. Таңдайын бірінші. Екінші билет. Сіз Батыс Қазақстан облысының білім беру саласына қосқан үлесіңіз үшін төс белгіңізді алған кезде қандай сезімде болдыңыз? Және осы дәрежеде қалай жеттіңіз? Енді Батыс Қазақстан облысының білім беру саласына қосқан үлесі үшін төс белгісін алған кезде әрине қуанышымда шек болмады. Өте қуанышты жағдайда болдым. Қобалжу да болды. Сенбедім. Қолыма ұстап алғанға шейін, бірталай уақытқа шейін сенбей тұрдым. Енді өте үлкен қуаныш, өте үлкен жетістік деп ойлаймын мен үшін. Енді осы дәрежеге қалай жеттіңіз деген сұрақ болатын болса, бұл дәрежеге жету үшін енді мен осы мектепте 18 жыл жұмыс жасап келемін. Сол 18 жылдың ішінде бірнеше жыл қатарынан жыл сайын оқушылар физик пәнін таңдайды, физик пәнінен түрлі олимпиадаларға қатысады, қосымша сайыстарға қатысады, облыстық апельсин байқауы бар, және одан басқа да түрлі олимпиадаларға қатысып жүр. Сол оқушылардың жетістіктері нәтижесінде одан кейін өзім де мұғалім ретінде де кәсіби білімімді жетілдіріп, түрлі байқауларға қатысып жүрдім. Мысалы 2018 жылы облыстық физик пән мұғалімдерінің олимпиадасына қатысып, содан жеңімпаз атандым. Одан кейін 18 жылы желтоқсан айында Алматы қаласына барып, математик физик пәні мұғалімдерінің шығармашылық байқауы өтті. Сол байқауға қатысып, өзімнің жетістігіме, өзімнің бар білімімді салып, сол байқауда да алғыс хатпен марапатталып кеткен болатынмын. Соған байланысты осындай түрлі нәтижелерге жеткенін, сол нәтижелердің нәтижесінде осындай медальмен марапатталдым деп ойлаймын. Рахмет. Және де әр сұраққа толық жауап бергеніңіз үшін сізге арнайы сыйлығымыз бар, яғни Қазақстан патриоты ретіндегі осындай шоколадты қабыл алыңыз. Рахмет. Енді екінші қатардан сұрақ таңдаңыз. Үшінші билет? Номер 3 билет. Көптеген оқушылардың бойынан физик пәніне құштарлықты оятуға қалай әсер еттіңіз? Кішкене қиындау сұрақ. Енді оқушылардың бойына физик пәніне деген құштарлық біріншіден ол заман талабы деп ойлаймын. Оны мен оятқаннан да көрі оқушылардың ең бірінші заман талабы, заманға байланысты түрлі техникалық мамандықтар таңдағылар келеді. Сол бағытта деп ойлаймын біріншіден. Екіншіден, енді 7-ші сыныпқа келгеннен бастап физиканың табиғатпен байланыстылығы. Сабақтарды түсіндіру барысында табиғатпен байланысты, күнделікті тұрмыспен байланысын түсіндіру арқылы, сол кезде оқушылар күнделікті тұрмыста да физиканың кездесетіндігін түсіну арқылы, осының нәтижесінде олар физикаға құштарлықтары оянып, ары қарай осы бағытты таңдайды деп ойлаймын. Рахмет. Және де осы толық сұрағыңыз үшін сізге де тағы сыйлығыңыз бар. Рахмет. Осыны қабыл алыңыз. Енді үшінші қатардан сұрақ таңдасаңыз. Бір сұрақ таңдайын. 6 билет. Осы үлкен жетістікке жету барысында отбасыңыздың қолдауы үлкен рөл ойнады ма? Әрине, осындай жетістікке жету үшін отбасының қолдауы ең біріншіден де ойлаймын, кез келген ұстаздың осындай жетістікке жету үшін, өзін жаңағы білікті маман ретінде көрсету үшін, оның үстіне Сәулет мектеп лицейінде жұмыс жасап жүрген әрбір ұстаздың отбасынан үлкен қолдау болады деп ойлаймын. Себебі отбасыңдан қолдау болмаса, жаңағы үй шаруасымен қалып қойып жатады, кейбір кезде кеш барып жатамыз, кейбір кезде бала қаралмай қалып жатады. Сондай кезде қолдау білдіріп, жаңағы бала шағамның өздіктерінен
өз бетімен жұмыстанып, жауапкершілікті өздеріне алып, сабақтарын өздері оқып отырулары осының нәтижесінде жаңағы отбасынан қолдаудың нәтижесінде де осындай жетістікке жетіп отырмын деп ойлаймын. Енді отбасының қолдауы болмаса, ондай жетістікке жету, не болмаса толыққанды жұмыс жасау мүмкін емес деп ойлаймын. Үнемі отбасынан қолдау болу керек. Дұрыс айтасыз, рахмет. Және де осы сіз 6-шы билет таңдадыңыз, иә? Яғни бұл билет таңдаған кезде сізге сұрақ қойылады тағы да. Менің тағы сұрағым бар. Неліктен дәл осы физика мамандығын таңдаған едіңіз? Енді ең біріншіден осы физика мамандығынан да бұрын менің негізгі мамандығым физика математика пәнінің мамандығы, қос пәнінің мұғалімі. Жалпы мұғалім болуды оқушы кезімнен, бала кезімнен армандадым деп айтсам болады. Бала кезімде жүрген кезде өзімнің сабақ берген ұстаздарыма қарап, мен болашақта ұстаз болам деп, және математика физика пәнінің мұғалімі болам деп, өзім Мүгілсін Кепбайым деген апайым болды, математика пәнінің мұғалімі, Сапар деген ағайым болды, және физика пәнінен Кенжегарина Дина деген апайым, енді қазір зейнеткерлікте, Мүгілсін апайымыз марқұм одниелік болып кетті. Осы ұстаздарыма ұқсап, мен физикаға, математикаға жалпы құштарлығым оянды. Мектеп кезінен математика мен физиканың түрлі олимпиадаларына қатыстым. Осы физика қызықтырады дейді мені. Мектеп кезінен балалық шағымнан бастап мен қалайда да мұғалім болам, оның үстінде жаңағы математика физика пәнінің мұғалімі болам деп есепке жерік болдым. Ол бір жағынан үйде де жаңағы шахмат ойнаумен айналыстық кішкентай кезімізден. Осының барлығы себепкер болды деп ойлаймын. Рахмет. Сіз айтқаныңызда көп ой түсуге де болады. Енді, ал енді сіз бүкіл сұрақтарға жауап бердіңіз. Осы жауап беру барысында сізден көп нәрсе, жаңа айтып кеттім, түйіндім, көп нәрсе ұқтым. Алдағы уақытта шәкірттеріңізге аяулы, қымбат ұстаз болып қалуыңызды тілеймін. Және де осылай біздің бағдарламамыздың ең алғашқы қатысушы болғаныңызға рахмет, және де біздің бағдарламамыздың атынан шағын сыйлығымыз бар еді. Соны қабыл етсеңіз. Рахмет. Көп. Енді осындай Golden Time деген бағдарлама ашып, бұл бағдарламаның бірінші қонағы ретінде мені шақырып отқандарыңызға үлкен рахмет. Әрдайымда бағдарламаларыңыз әрі қарайда керемет болып жүзеге ассын. Сіздерге түрлі сыйлы қонақтар келсін деймін. Тек жетістіктерге жете беріңіз. Рахмет. Сізге де көп рахмет. Ал енді біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Сізге қызықты болды деген ойдамын. Және осы біздің Сәулет премиум каналымызға жазылып, келесі видеоны күтулеріңізді сұраймын.